Биыл қазақ өнерінің саңлағы Дәулеткерей Шығайұлының туғанына 200, ал Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің құрылғанына 20 жыл толды. Осыған орай Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда ескерткіш тақта ашылып, оркестр ұжымы 20 жылға 20 концерт жобасының алғашқы бағдарламасын ұсынды. Бұл жолы да әрбір шығарма жоғары бағаға ие болды. Қазақ көңілінің күйін күмбірлеген күй арқылы ұқтырып, әуелеген әуездәнмен әспеттей білген. Бұл құдіретті өнерде өңірімізде кеңінен қанат жайып келеді. 2000 жылы мәдениетті қолдау жылы қарсаңында Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы жанынан Қазақ халық аспаптары оркестрі құрылған болатын. Ақжайық өңірінде қазақ өнері саңлақтарының ұлттық музыка дәстүрін одан ары жалғастыра дамытуды ту еткен аталмыш оркестрдің қалыптасуына, шеберлігінің шыңдалуына көркемдік жетекшісі және дирижері Қырымгерей Қажымов үлкен ықпал етті. Бірінші концертім, бірінші репетиция 11 қыркүйекте болды. 21 қыркүйекте Жұман ағаның 80 жылдығы. Мына Соғыс театрында бірінші концерт бердік. Сонда София жеңгей, Жұман ағаның жолдасы, мынандай бір үлкен корзина гүл оркестрге өсіріп қалған, үйге алып келіп, сонда Темір Құсайын, ой оркестр деп шүйінші деп, кәдімгі Орал өңіріне әлі бар, сонда содан басталып кетті. Күй құдірет қалықтаған өнер кешінде Дәулеткерейдің 16-дан астам күйлері халық оркестрінің орындауында әуеледі. Бүгінде оркестрінің құрамында сайдың тасында іріктелген 50-ден астам біліктілігі жоғары деңгейлі кәсіби музыка мамандары жұмыс істейді. Ал репертуарында 1000-нан астам шығармалары бар. 20 жыл ішінде оркестр мүшелері көптеген қазақ және шетел композиторларының күрделі шығармалары мен әндерін музыка аспаптарына түсірді. Түрлі әлем елдерінде өнер сапарымен болып, халқымыздың небір інжу-маржан туындыларын орындап, көрермендерді қуанышқа бөледі. Бірінші жыл осы оркестрге келген кезде бір жаңа шығарманы ойнау үшін музыканттарға бір жұмадай уақыт керек болған. Күнде дайындалып. Қазір кезде 2 рет, 3 рет ойнап, уже концертке шығаратындай, сондай ол кісілердің музыканттарға талаптар бар. Парақтан оқу деген, чтение с листа деген. Бұрын соңды көрмеген жаңа шығарманы қарап отырып ойнап кетеді. Сондай 2 рет, 3 рет ойнап, уже концертке шығаратындай сондай кәсіби деңгейге жетті. Бұл деген үлкен жетістік. Сондықтан да қазір республика бойынша Дәулеткерей атындағы оркестрдің өзінің орны бар. Мамыр айында оркестр ұжымы Қатемолла Бердіғалиевпен бірлесіп Абайдың 175 жылдығына арналған ауқымды шара өткізбек. Сондай-ақ күйшінің барлық шығармаларын бір жинақ етіп шығару жоспарлануда. Жаңа ғасырдың табалдырығында дүниеге келген Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі батыс өңірінің өнерін насихаттауда үлкен жұмыстар атқара бермек. Гүлсара Марат, Алтынбек Нышқалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.